Сәлем достар, мен бүгін сіздерге Marine Health компаниясының ең керемет өнімі спирулина туралы айтатын боламын. Егер бұл ақпарат сіздерге қызықты болса, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Спирулина бұл балдырлардан жасалған ең жоғары сапалы тағамды қоспа. Спирулинаның құрамында 18 амин қышқылдарынан тұратын толық ақуыз бар. 1 грамм спирулинадағы қоректік зат 1 килограмм түрлі көкөністерге тән. Ақуыздан басқа қосымша құрамында микроэлементтер болады. Калий, кальций, хром, мыс, темір, магний, марганец, фосфор, селен, натрий және мырыш сияқты адам ағзасына өте қажетті минералдар болады. Спирулинаның құндылығы сол, оның құрамында В дәрумені бар, ал липидтер өнімінің шамамен 10%-ін құрайды. Спирулина өнімі ішек микрофлорасын қалпына келтіреді, асқазан ішек жолдарын емдеуде қолданылады. Қандағы қантты тиісті деңгейде ұстауға көмектеседі. Сондықтан ол қант диабетімен ауыратын адамдарда қолданылады. Жүрек қан тамырлар жүйесінің ауруларын емдеуде қолданады. Жүрек және жүрек соғысы, инсульт, стенокардия, гипотония және гипертония ауруларын алдын алады. Химиялық, сәулелік және инфекциялық зақымданудан кейін сауқан формуласын қалпына келтіреді, семіздікті алдын алады, иммунитетті нығайтуда өте жақсы көмектеседі. Және көз аурулары, катаракта, миопия, торлы зақымдану кезінде жақсы көмектеседі. Спирулина өнімі қуат пен ақылдың айқындығын береді. Спирулинаны қабылдау ағзадағы метаболизмді күшейтеді, иммунитетті жақсартады. Сонымен қатар спирулина қатерлі ісік ауруларын емдеуде және алдын алуда көмектеседі. Жалпы спирулина ең алдымен кез келген аурудың алдын алуға арналған. ВОЗ көрсеткіштері бойынша күнделікті спирулина қолданса, барша аурудың 3/2 бөлігі жойылады екен. Міне осындай құрамы сапалы және адам ағзасы үшін пайдалы тамақ спирулина деп айтар едім. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік. Достар, бұл ақпарат сіздер үшін және сіздердің денсаулықтарыңыз үшін құнды және пайдалы деп есептесеңіздер, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.